Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіз бе? Көңіл күйлерің қалай, балалар? Жақсы. Балалар, бүгін біз сендермен сумен әртүрлі тәжірибелер жасайтын боламыз, е? Міне қараңдар, сендердің алдарындағы ыдыста су тұр, е? Суымыз қандай екен? Таза су тұр, е? Мөлдір су тұр екен, е? Енді Арла, сен алдындағы суға бір қасық тұз сала қой. Тұзымыз араласты, еріді. Енді суымыз қандай болды, Арлан? Тұзды су болды, е? Тұзбен дұрыс айтасың, е? Тұзды су болды екен. Енді қараңызшы. Енді қараңыз, сендердің алдарында ыдыста жұмыртқа тұр, е? Осы жұмыртқаны судың ішіне салыңызшы, кәне балалар, ал. Әлима, қарай ғой. Сенің алдындағы ыдыста жұмыртқа салдық, е? Жұмыртқа судың қай жерінде тұр? Астында. Дұрыс айтасың. Жұмыртқа судың астыңғы жағына түсіп кетті екен, е? Суымыз қандай біздің? Қандай су болды? Таза су болды, мөлдір су болды, е? Арлан, біз суға не қостық мұнда сенің? Тұз қостық. Суымыз қандай болды? Тұзды су болды, е? Жұмыртқа судың қай жерінде тұр, айтшы? Үстінде. Үстінде тұр, е? Суымыз тұзды болғандықта, жұмыртқа суды бетіне қалқып шықты, е? Балалар, енді біз шарды үрлеу арқылы мына бөтелкедегі суларды түтікше арқылы мына ыдысқа құямыз, е? Қандай екеулеріне шар беріп, шар үрлендір. Шарды үрлейміз. Үрлейміз. Ол жетеді, Арлан. Әлім, сен әлі біраз үлпейер. Арлан, сен маған көмектесіп жібер. Сен де бөтелкені ұстай тұр, әлі маған көмектесіп жібер. Қане, енді қолымызда көтерген шарды жіберейік. Жібер ғой. Қане, көрдіңдер ме, балалар? Қараңдар, мына ыдыстағы су не істеді? Түтікше арқылы мына ыдысымызға құйылып жатыр екен, е? Ал енді, балалар, біздің үшінші тәжірибемізге үлкен ыдыста су керек, қиылған бөтелке керек, е? Басына бізде дымқыл сулықтар байлап қойдық, е? Және де бізге су сабын керек қой. Мен сендерге қазір суға біраз су сабын құяйын. Енді бөтелкелерімізді алып, су сабынды судың бетінде қозғаймыз. Жақсылап араластырып қозғаймыз, е, Әлима? Енді бөтелкеге үрлейміз суға. Суға қоямыз да үрлейміз. Бізде не шықты, балалар? Суда көпіршіктер шықты, е? Жаңағы су сабынымыз көпірді. Ал енді, балалар, біздің төртінші тәжірибемізге бізге үлкен ыдыста су керек, қиылған бөтелкеге киілген медициналық қолғап керек болады, е? Енді біз мына бөтелкені суға саламыз, сонда мына біздің қолғабымыз үрленеді екен, е? Келе ғой, Арлан, сенен бастап салып көрейік, е? Қолғабымыз не істеді, Арлан? Үрленді екен, е? Енді судан шығара ғой. Не істеді? Желі шығып кетті, е? Желі шығып кеткен. Келе ғой, Әлима, сен көре қойын. Не істеді, Әлима, қолғабымыз? Үрленді. Енді судан шығарайық, кәне? Не істеді? Желі шығып кетті екен, е? Суға салсақ, қолғабымыз үрленеді екен, е? Балалар, бүгін біз сендермен неше түрлі суға байланысты неше түрлі іс тәжірибе жасадық, е? Жарайсыңдар, менің жас зерттеушілерім. Сендерге ұнады ма? Иә. Назар салып тыңдағандарына көп-көп рахмет.